фуршет қосыла ма деп өйстіп сұрақ қойып жатыр да. Мына фотодан кейін не айтамыз енді? Не айтамыз, айтшы, Нұржамал. Бүгінен бастап мына фотоны алсың. Алмайсың. Жоқ, вообще мән Қарашы, не деген фото? Ойлап жүрсің ба, ана күнде қарап жүр деп мені. Қарап. Жабысып қапты ғой. Көрдің бе, бұның өзі знак. Это знак. Специально жабыстырып кеткен. Так что бәрі алда, уақыт, бәріне керек уақыт. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен қазір тойға дайындалып жатырмын. И сіздермен бір кеңескім келіп тұр. Себебі бірнеше күндер бойы маған бір хаттар келіп жатыр. Және де енді былай айта берейінші ашығынан. В общем, өткен өмірімнен бір адамнан кездесуге қайта ұсыныстар келіп жатыр. Бірақ ойлаймын да, стоит или нет, потому что енді не совсем красиво со мной поступили. Енді примерно біліп те отырған шығарсыздар кім екенін. И бір сөйлесуге енді любой адамға енді бір сөйлесуге де лайық па деп те ойлайсың бір жағынан. Бір сөйлесіп көруге мүмкін бір айтары бар шығар, білмеймін. Уақыт ол нәрсеге жіберуге керек па или керек емес па? Мен қазір енді үйге енді қайтып бара жатырмын негізі. Ойлану керек болды. И білем бағанан бері менен енді жауап күтіп отырсыздар. Не болды, қалай болды деген сияқты. Просто мен ашудан көп нәрсе айтып қоям ба деп қорықтым. Содан кейін сәл басылып шығып тұрғаным қазіргі таңда. Неге десеңіздер, жарайды енді бір тарап көріскісі келетін шығар, басқа шығар. Бірақ менде тарапым бар ғой. Мен жанында жүрген жандар неге енді тұрсыздар ғой, кімді айтып тұрмын, өзі история жасап қойыпты. Кішкене менен бір ауыз сұрау керек пе еді, кездескім келе ма, сөйлескім келе ма деген сияқты. Ол нәрсе болмағаннан кейін сәл ренжіп қалдым да. И одан бөлекте жұмыс бабымен де сондай бір тоғысы болып тұр. Дәл сол адаммен қалай олай карталардың барлығы бір тарапқа келе қалады. Түсініксіз да, әлде мен тарапым мүлдем ескерілмегені дұрыс па? Түсініп тұрмын, бір жағынан енді жақсы болсын, нүкте қойылсын деп, бірақ ол